Адам шошырлық жол апаты Шымкентте тіркелді. Мас күйде көлік басқарған азамат 3 автокөлікті бірдей соққан. Толығырақ келесі бейне материалда. Бұл Шымкент қаласының Қалдаяқ көшесі. Жасұлан мектеп-интернат маңында болған ірі көлік апаты. Синьюан автокөлігі бір мезетте 3 көлікпен соқтығысқан. Олар 2 ВАЗ 2114 көлігі және тұрақта тұрған Nexi қозғалыс құралы. Оқиға түнгі сағат 23:30-да орнаған. Бүгінде жүргізушінің бірі ауыр жарақат алып ауруханаға жатқызылды. Алдын ала болжам бойынша көлік оқиғасына қатысы бар азамат рөлді мас күйде басқарған. Қазір арнайы сараптама тағайындалды. Егер алкоголь қабылданғаны анықталса, ер адам 2 айға қамауға алынып, жүргізуші құқығынан айырылуы мүмкін. Қазір барлық мән-жайды анықтау үшін оқиға орнында полиция қызметкерлері жұмыс істеуде. Ваша машина здесь стояла. Бейресми ақпаратқа сүйенсек, Синьюан көлігінің жүргізушісі үлкен жылдамдықпен жүріп келе жатқан. Артынан полиция қызметкерлері қуалап келген. Рөлге ие бола алмаған азамат оқыс оқиға тудырған. Абырой болғанда жол жетегінен адамдар қашып үлгерген.